Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында майонез жасаймыз. Бізге ол үшін керек заттар 150 мг сұйық май, және де бір жұмыртқа керек. Және лимон керек, бір ас қасық лимон қосамыз. Және горчица қосамыз, бір қасық шай қасық қосамыз. Және тұз, дәміне қарай тұз, және де қара бұрыш қосамыз. Қанттан да дәміне қарай шым қант қосамыз. Және қара бұрыштан дәміне қарай қосамыз. Енді осы қоспаны блендермен 1-2 минут блендерлейміз. Сонда біздің әппақ болып шығады майонезіміз. Өстіп 1-2 минут блендерлейміз, сонда әппақ болып майонезіміз дайын болады. Бар болған 2 минутта сіздерге қол жетімді үй жағдайында майонезіміз дайын.